әрбір талантты адамның өзі өскен ортасы әрине өнер ортасы болады. Сол ортам менің қандай орта? Қазір ойланып, сондай сауал қойылғанда әр кез айтатыным, көзімді ашқалы бері естіген әнім қазақтың ұлттық гимні болған Елім-ай әні. Бесік тербеткен анамның бесік жыры, халық әндері, халық композиторлардың әндері. Ол қазақтың әншілік өнеріндегі байтақ жатқан ән өнерінің үлкен галереясын жасаған бұл арқаның әншілік дәстүр. Біздің ел Еділ мен Жайық, Нарын, Ор мен Елек, Жем мен Сағыз деген сияқты сол байтақ өлкеден арқаға қоныс аударғанда, сол қоныс аударған кезден бастап дүниеге келген жас ұрпақ, жаңа төл, сол елдің домбырасы қалай шертілді? Домбыраның күйі қалай бұралушы еді, қалай келуші еді? Ән қалай басталушы еді? Қандай әндер ол? Сол салт, сол дәстүрде тәрбие алып, тағылым көріп, үлкен ортадан солай өсті, қалыптасты. Мына бұл адамдардың өмірін оқып отырғанда орыс ұлы әнші Шаляпин. Мен өзімнің кім екендігімді жарық дүниеге қалай қарадым, соның бәрін 5 жасымнан бастап білем дейді. Біздің үйде керемет әдемі сақталған бір фотосурет бар. Сол суретте шешем Балкен, ол кісінің інісі Жанжол, қасында Айшкен деген келіншегі тұр. Шешемнің оң жағында Серік деген інісі тұр. Ал Жанжол нағашымның алдында 2 жасар мен отырмын. Жақсы сақталған сурет. Сондай. Қараймын өзіме. Сол 2 жасымда жаңағы енді маған шоколад береді екен, тәтті береді, неше түрлі. Соны шоколадты жеп жүріп, біраз жегеннен кейін шоколадтың жартысын ылғи, ол жақ мына үйді там дейді. Біздің жақта. Тамның түбіндегі тышқанның ініне тығып кетеді екен. Сосын ел оған күледі. Бірақ ақылды есті адамдар Ильянікі дұрыс. Илья өзінің туған жылы, өзінің жылы тышқан жылы. Ол тышқанды сыйлап жүргені, тышқанға қамқор болып жүргені ол. Ол тамаша нәрсе деп, ылғи осыны қызық көріп айтып отырады екен. Біздің әулетте үлкен атам түсіп 3 ағайынды. Шуан бар жақсы деген кісі. Шуан жай қарапайым тірліктің, мал жанның иесі болып, біздің әулеттің құты болған адам. Енді бар жақсы дүрілдеген, мынау Біржан Сал сияқты алапат, керемет, мынау Молдавайлар сияқты әнші болған адам. Сол әншілікпен жүріп, өзі қызу қанды, ешкімге бой бермейтін, кеудесі көкірегі зор адам.
бір жолы болыстыққа ел таласып жатқанда осыны мен де көрейінші осы деп жаңағы болыстықты тартып алыпты. Сөйтіп 5-6 ай ғана болыс болады да, жоқ, менің бұл кәсібім емес екен, мен өзімнің әнімді салып, Біржан Сал сияқты, Ақан Сері сияқты солай ғұмырға шейін мына інілерім алсын болыстық деп Нұртаза сияқты інілеріне беріпті дейді үлкен кісілер. Сол айналып келгенде жаңағы атамның екі інісі Шуан мен Баржақсы 28 жылы Кәнпескенің алдында біздің әулеттің мал жанын түгел 4 түлік малы болса, соның барлығын Сарысу ауданының алғашқы оқу ісінің меңгерушісі болған Қордашаға барлығын өткізіп, заманның әуенін біліп, елге түсіндіріп, енді осы мал енді бізге осылай енді қызығын көре алмайтын жағдайға келдік. Енді тып-тыныш өмір сүрейік дегеннің өзінде жаңағы Құдай аманаты жаңағы Шуан мен Баржақсыны жаңағы репрессияға ұшыратып алып кетеді. Сол кеткеннен мол кетеді. Енді сонда біздің әулетте әншілік кімнен қалған мұра деген кезде Баржақсыдан, сосын әкемнің үлкен баласы Шәуен, Сәкен Сейфуллының керемет досы, сол кісілер екеуі де әйдік керемет әнші болған деп осы ел аңызы көп айтылады. Мен кейін енді композитор болып атым шыққанда, бұл қасиеттің бәрі өз тұқымдағы бәр нәрсе ғой деп айтып отыратын. Ауылда керемет әншілер болды. Әбдірахман, Алдаберген деген кісілер, басқа да әншілер, әсіресе сосын біздің шешеміз сияқты, жеңгелеріміз сияқты елдің, халықтың әнін айтатындар көп болды. Домбыраны шерткенде арқаша бипаздап шертеді. Сонда маған алғаш үйреткен әндері, сонда үйреткен болғанда маған ешкім ән үйретпейді. Біздің әкем мұғалім болғаннан кейін мектепке әкеймен ілесіп, мен де барады екем. Сонда сол мектептегі балалар қандай ән айтса, соны мен де 4-5 жасымда, 6 жасымда ұғып ала беріппін. Ол әндер қандай әндер? Әсіресе 3 жасымда ауылдағы алдар көсе сияқты сайғымазақ, өзі жыр айтқанда, сырнаймен айтқанда таңды таңға қосатын әнші Алдаберген. Өте шуақты, мінезі жайсаң, күлдіргі, сондай жаңа Қордаш ағамның досы болған. Сол кісі маған жепілдетіп келгенде кеулің қалмас дейтін сияқты халық әндерді үйретіп қойған. Оған жұрт шеге қатып күлетін көрінеді. Мен ақтаяқты ат қылып үйге шауып кіреді екен, ассалаумағалейкум деп. Ілия ән айтшы деген келді. Жепілдетіп келгенде кеулің қалмас дейді. Екіленіп жаңағы үлкен кәдімгі паржан салып айтатын ән сол кезде. Ол әндерді айтып көрейін қазір. Бірақ сол әндерді айтқызғанда мені жуас аттың үстіне отырғызып қояды екен. Кейде есіктің алдында үйілген тезектің үстіне отырғызып қояды екен. Сөйтіп сол әндерді айтқызады екен. Ол әндер: Кел қазақ кедейі үйімдас жалшымен, байларды молданы қойдай қу қамшымен дейді. Міне, бұл революцияның алғашқы жылдарындағы жаңағы айтылған, жаңағы белсенділер желпілдетіп көп айтқызған осы әндер. Сол әндердің бірі осы. Сосын тағы да кедей жалшы, кегіңді алшы, өлесіңді алып қалшы, ерт оянды демейік, жасасын сәбет жасасын, ұлы Сталин жасасын дейтін әндер. Мені сол мектептің қоры болып айтатын осы әндерді сол бала кезімнен 5-6 жасымнан айттым.
біздің Сарысу ауданының мынау жаңарқадан, қазіргі жаңарқадан бұлай бөлініп кетіп, Жамбыл облысына кіргендегі жерін бұл ұлы жүздің ойық тілет дейтін іргелі аталарының атам заманғы жер екен. Қаратаудың күнгейі, Қаратаудың теріскейі, Талас өзенінің жағасы, Таласпен қатар ағатын Ұлы дария Шудың жағасы, міне Шу мен Таластың ортасы шалқыған жайлау, құм, сексеуіл, міне ал енді Қаратаудан ағатын өзендердің барлығы мынау қыздың таққан шолпысы сияқты күмістей жалтырап, әрбір шатқалдан, әрбір сайсарадан шығып жатады. Осындай табиғаттың осындай ортасында өстік. Ай толқыған мақпал түнде отырып, жайлауда алқа-қотан жиылған жұрт, белгілі әнші Әбдірахманның орындауында Біржан Салдың, Ақан Серінің, жалпы арқаның әндерін сол тыңдап, екі жирен, 25, Сұржекей, Гауһартас, Алқоңыр, сосын бергі кезде сол мен есейе келгенде Дударай сияқты керемет әндерді айтып отыратын. Сондай орта, негізі арқаның дәстүрі. Содан кейін жаңағы жайғасып, бұлай етене болып араласа бастаған Қаратау өңірінің әншілік мектебі. Міне осының барлығы маған бүкіл болашақ өмірімнің жаңағы музыкалық мектебі сияқты болып. Жаңағы Әбдірахмандар қоңыр домбырамен жаңа жамбатоны айтқанда, құлагерді айтқан кезде Құдай сақтасын. Одан кейін жаңағы әкейдің жаңағы көп үйрететін әні, әкейдің қоңыр дауысы болды. Ел алдына шығып ән салмады. Бірақ өзі насихаттап отырып, түртпектеп, әншілерге үйретіп жүріп, мысалы Мұхиттың Дүние-ай, Зәуреш, содан кейін жаңағы Айнам көз, осы сияқты әндерді. Сонан кейін жаңа Дайдидау, Япырай, осындай ғажап әндерді мынау біздің елдің кіші жүздің әндері деп сол әншілерге өте үлкен кәдімгі ыжлағатпен, ерекше бір зейінмен жаңағы үйретіп, соны тыңдап, содан рахаттанып отыратын. Ауылдың ортасындағы алқалы топ жаңағы бірде Әбдірахманды, бірде Алдабергенді, екеуін алма кезек тыңдап, сондағы менің алғаш Алдаберген әншіден үйренген әнім Дударай. Сосын Сайтан торы деген әндер. Одан кейін жаңағы Еңлік кебек жыры. Еңлік кебек жырын Алдаберген Сырнаймен балбаратып созғанда, анау қарап таңғалатынмын. Сырнай жыртылып кете жаздап, осылай созылады. Сонда сол кезде кетеді. Ту тіккен тобықтының қолбасшысы, тоқтамыс Жуантаяқ деген кісі, жақыны сол кісінің ақау, жамағайын бар екен кебек деген бір інісі, дейді. Сол кебек мықты болған жас басынан, тоқаңда тастамайды көз қасынан, жас бала болса да аяқу, жауап бер деп, несі баз артық көрді-ау жолдасынан, ай деп, осылай бастап келіп, бүкіл оқиғаны қара сөзбен айтып отырады әлқисса деп. Сонда кебектің аңғу жүріп, адасып кетіп, жаңағы Еңліктің ауылына алып ұшып келе жатқан сәтін, күреңнің қамшы салды жан басына,
Түлкіден бұрын шықты тау басына, жел соғып боран болып ақау, кеткен екен аңғуған аңғал батыр аңдасын баяу деп осылай созып, Құдай сақтасын, кешке басталған ән таңда зорға бітеді. Сонда үлкен кісілердің, әкейдің, әйтпесе жаңағы үлкен кісілердің, қариялардың біреуінің жаңағы тізесін құшақтап ұйықтап қалады екен. Сол кездегі менің 5-6 жастағы санама сіңген ерекше жыр Қозы Көрпеш Баян Сұлу. Жасым бар 20-да жылым мешін, өлімнің кім біліпті ерте кешін. Айтайын тыңдасаңыз құлағың сал, Баян мен Қозы Көрпеш ертегісін деп, осы жырлар кететін ары қарай. Одан кейін жаңа алда берген отырып Молдабайдың әнін құбылтқанда, ол енді бір адамның қиялына сыймайтын. Әйтпесе өзіңді бір ертегі дүниесінде отырғандай сезінетін бір керемет құбылыс еді. Міне осы әкей өзі жаңағы қоңырдағысы болды деймін, сол ойлы күйде өзін өзі салмақты ұстап жарқылдамайды, ойлы күйде осы ойланып отырып, енді Абайдың әні дейді. Сонда Абайдың әндері кетеді. Жаңағы Әбдірахман деген әнші домбыраны бос бұрап алып, Абайдың 8 аяғын, бойы бұлған әндерін айтқан кезде кеудесі кеуіп кететін. Әсіресе 8 аяқтың атадан 6-ау, анадан 4-ау жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп айтамын ептеп, сөзімді ұғар елім жоқ. Дейтін өте ызалы жерлерінің бәрін айтқанда домбыраны қатты сабалап сындырып жібере жаздайтын. Сол әншілер соғыс кезінде, соғыстан кейінгі жылдарда да мен оқуға Алматыға кеткенше менің ауылдағы музыкалық мектебім болды. Ол дәл сол кезде солармен қатар, енді мен әншілерді айтып отырмын. Ауылда бірнеше домбырашылар болды. Сәдібек деген кісі бір аяғы кем, өзі ұста, зергер, оң қолынан өнері тамған адам, оны жұрт тірі тәттімбет дейтін. Көкейкесті, Қосбасар, жаңағы Саржайлау, Былқылдақ, Сылқылдақ, Қосбасардың бірнеше түрлері, осының барлығы. Содан кейін жаңағы бір уақытта сөйтіп бипаздап тартып отырған Сәдібек енді бір уақытта домбыраны заулатып алып жөнеледі. Ол Ақсақ Құлан, жошыған, таудан құлан шошыған, балаң өлді дегенде нанбайсың ба осыған деп арасында сөз қосып, Ақсақ Құлан жырын шалқытып, ұзатып, ағындатып алып кететін. Енді сол кезде сол жаңағы Сәдібектердің сол күйін, домбырасын Алматыдан, Жамбылдан, көршілес Қырғызстаннан келіп атқан әншілер, әртістер өздерінің ойындарын көрсетіп болғаннан кейін біздің ауылдың жаңағы әншілерін тыңдайтын. Әбдірахманды алда берген жаңағы Сәдібек күйшіні. Сонда сол келіп жатқан алғаш рет менің ерекше кәдімгі қиялымды қозғаған, мені бір тағы да айтам ертегі дүниесіне алып кеткен бір ғажайып аспап, ол қобыз. Сол қобызды тартқан адам ол кезде кім екенін білмеймін. Кейін үлкен кісілерде айтады, әкелер, шешелер айтады. Бір жолы Жаппас Қаланбаев келіп тартты дейді. Жаппас Қаланбаев, ол да өзінің ұруы тама, мына Созақ жақта туып өскен, мына Сүгірдің шәкірті. Сүгірде тама, ол Сүгір Ықыластың шәкірті. Ал енді қобыз Ықыластың әулетіне дарыған. Ықыластың өзі
классик қобызшы. Қобыз кейін классикалық деңгейге көтерген үлкен музыканың үлкен алыбы бұл. Мысалы, Құрманғазы домбырада қандай құдірет, Тәттімбет қандай құдірет, Дәулеткерей қандай құдірет болса, қобызда бір өзі ықыластың өзі сондай құдірет болды. Тағы бір елге келіп жатқан әртістердің ішінде әсер еткен Манарбек Ержанов, Әбікен Қасенов, жаңағы біздің елдегі Сәдібек күйші сияқты арқада Қарқаралыда жаңағы Шет ауданы дейді, сонда өскен сол жақтың үлкен таланты Тәттімбетті тірілткен, Тәттімбеттің бүкіл күйлерін бізге жеткізген адам. Мені бала кезімде ауылға келген концерттердің ішінде сол Әбікен Қасеновті тыңдаппын. Сол кезде тағы да жаңағы елге келіп жүрген әншілердің ішінде Жамал Омарова бар екен. Жамал Омарованың орнында ой көк, бейпыл, ғажап әндерді тыңдаппыз. Оның бәрін үлкен ағаларымыз, бізге сабақ берген Ағмолда деген мұғалым ағамыз. Одан кейін әнге зерек, өзі өте мерген аңшы, Қоңқабай Ақберген, Шайқы, Сағынбай деген ағаларымыз, Құрақбай деген ағаларымыз солар айтып отыратын. Сенің тыңдаған әншілерің сол деп. Содан кейін біздің әкейдің жаңағы ерекше мұхиттың жаңағы айнам көзімен зәурешіне мән беретін кезі, соны ерекше кәдімгі әйтеуір әнші біткенге уағыздап түсіндіріп жүретін сәті, ол жаңағы кімді тыңдаған сәт екен? Ғарифолла Құрбанғалиевті. Ғарифолла ол кезде жаңағы Манарбек Ержановпен бірге опера театрында қызмет етіп жүрген, гастрольдік сапармен келгенде, олар да сол әндерді айтып, баяғы біздің елдің ерекше жаңағы көңілін көтеріп солай жүреді екен. Біздің Сарысу ауданы арқадан бер қарай Шуға, Қыс-қыстауына қарай босқанда 2,5 мың түтін болып, әйтеуір осы бәріміз жетсек ел боп, басымыз құралып өлмеседік деген тілекпен солай кел жатқанда жаңағы 2,000 түтін қырылған ғой. Міне содан қалған ел кейін Сарысу ауданы боп қайтадан құрылып, басы біріккенде, ұйымдасқанда ел орнығып, ешше бастаған кезде Өзбекстанға, Қырғызстанға, тіпті ар жағы Тәжікстанға дейін жұмыс күн өлтумен, күн көріс жаңа тауқыметімен безіп кеткен ағаларымыз, әкелеріміз елге қайта келіп, аман есен табысып, әсіресе мына қырғыз ағайындарға сіңген әкелеріміз бен ағаларымыз солар жаңағы келгенде қырғыз елдің әбден құрметін көріп, сол жерде қырғыздың бір қыздарына кәдімгі жаңағы ғашық болып, қосылып келгенде сол жеңгелерімізді ала келді. Сол кезде мен міне сол соғыс басталып кеткен кез 41 жылы біздің Ілгербас деген колхоз сол ауылдың бүкіл жұмысын істейтін қариялар, әжелер, апаларымыз, жеңгелеріміз, міне солардың жаңағы жұмыс басында жүргенде қасында жүреміз, көбелектей сол үйіріліп, оларға сусын апарып береміз, нан апарып береміз, тамақ апарып береміз. Мені сонда әсіресе есімнен кетпейді. Көз алдымда барлығы, көз алдымда. Қандай сәт ол, қандай сәт. Сонда жон жайлауында адырларға үлкен қырға еккен бидай, сап-сары алтын боп толқып жатқан бидайды қолмен ұрады, қол орақпен. Қанша гектар ол, Құдай сақтасын. Соған 20-30 әйел қатар тұрып, орақпен ұрады.
баулап қоя береді. Оны жаңағы немен тасиды, арбамен, сонда оң қолында орақ, басын шитпен тартып алған, көздері тұңғиық ойлы, шығыс жаққа қарай бір аңсаулы сағынышты мұңмен сызылтып қана жайдың бір ғана толығай кезінде ай адырлу ғана толу бетінде осылай әндетіп келіп жан-жағына қарап көздерін төмен салып бүйтіп тұрып ойланып қалады. Осы әнді айтқанда қырғыздар ішкенасын жерге қояды екен. 47 жылдар әкей соғыстан келгеннен кейін сол жон жайлауында отырғанда қырғыздардың 2-3 арбаға мінген әртістері келіп бірнеше күн бізді ойын қойып ән салды. Сол жаңағы мен үйреніп алған есімде деген әннің иесі Атай Оғанбаев деген қырғыздың бұлбұл екен. Атақты әншісі Манарбек Ержанов, Жүсіпбек Елебаевтермен қатар қырғыздың кейін білдім, қырғызда 2 бұлбұл болды дейді. Мұса Баетов, Атай Оғанбаев. Осы Атай Оғанбаевтан сол кездегі тыңдаған әндерім менің балалық шағымдағы көп әндердің ішіндегі ерекше бір, өзгеше бір. Көп бала ән салғанда мен айтатын сол әндер мені ерекше мүлде ана балалардан бөлекше танытатын ән екендігін кейін ғана сезе бастадым оның. Мен сол әндерді алып баппын. Атайдың келбеті, сұлулығы, жүзінің нұрлы, сондай ән мен күйді кезек тартатын, ақтамақ, көктемақ деген күйлерінде сондай міне. Сөйтіп, біздің ауыл сол әндеткен ауыл болды. Менімен қатар өскен балалардың барлығы шетінен әнші, домбырашы болып шықты. Көңілімдегі, жанымдағы, сезімдегі, дітімдегі музыкалық әуездің барлығын о бастан өз аулым, өз ортамнан алыппын. Сарысу ауданының біз отырған жаңағы жайлайтын жон жайлауы бұлай жоғарылап барып Жуалы ауданына, Жамбыл облысының жалғасады. Жуалы қырғызбен іргелес Шыңғыс Айтматовтың елі, Талас, қырғыздың Таласының жаңағы Киров деген ауданы, оның ішінде Шекер деген ауыл Шыңғыс Айтматовтың елі. Бұл ауылмен біздің ауыл Қоян-қолтық, мына Таласты қырғыздармен басқа қырғыздың өлкесіндегі қырғыздардың салты мүлде бөлек. Таласты қырғыздар біздің қазаққа бейім. Қырғыздар мысалы етті нарыңғып жесе, жалпақ қырғыз, барлық қырғыз. Ал таласты қырғыздар біздің қазақ сияқты етті кәдімгі қазақ сияқты дайындап, қазақ сияқты қымызы да бәрі де қазаққа бейім, сөздерінің сөйлеу мәнері де қазақша болып келеді. Бізден алатын әндері де сұмдық, керемет болған. Әсіресе оларға біздің Дударай әні керемет тараған. Дударай әні. Сосын Елім-айды білет болса да, о Елім-ай, қазақ халқының чоң мұңы ғой, шері ғой, қайғысы ғой деп отыратын қырғыздың ақсақалдарын тыңдадым. Елім-айды айтқан кезде олар да сол Елім-ай сияқты қасіретті бірге көргендей басын иіп, мүлгіп, осы тынып қалатын. Міне сондай. Сосын өте жаңағы арасы өте жақын болғандықтан қырғызбен ағайындық, құдандалық, салт кәдімгі қазақтың өзінің бір еліндегі бір рулармен жасасып жатқан рәсім сияқты өтіп жатады. Сондықтан қырғыз бен қазақтың ешқандай айырмашылығы сезілмейді. Бірін-бірі
жақсы көреді, бірін-бірі толықтырады, бірінің салты бір-біріне бейім болып, ұқсап, бірінен бірі алып жатады, әртүрлі әдет, әртүрлі дәстүр, әртүрлі салтты. Міне сондай ел, сосын жаңа әртістері емін-еркін келіп жүреді бізге. Мен айтып отырмын ғой жаңағы әртістердің, ол тек қана біздің жайлаудағы емес, бүкіл ауданда аралап шығады сонда солар. Халық әндерінің ішінде, халық композиторларының ішінде менің ерекше көріп айтатын әнім ол Елім ай болды. Елім айды бірінші классқа барғанда, сол ән сабағында маған Елім айды айтқызған. Сол Елім айды айтып тұрып, жылап қоя беріппін. Сол мұғалім Ақмолда Жөкенов деген ағамыз мені ұстай алып, мен дірілдеп Елім айды айтқанда, жылағанымда менің екі иығымнан ұстап, дірілдеп, солай зорға тоқтатты мені. Соны кейін әкей айтты, неге Елім айды айтқыздың сен? Илья, ол әнді кішкентай бала көзінен айтып, өзі осы әнге қатты берілген, неге сөйтіп оны осы әннен өзіне қорқып қалды ма, бұғалай деп жаңа сөйтіп отыратынды. Сосын Абайдың әні, әндерінің ішінде әсіресе қараңғы түнде тауға алғып. Осыны әкей қоңыр даусымен соғыстан кейінгі жылдар келгенде майшамды жай жағып қояды. Сосын домбыраны жай тартады да, сол Елім айды айтып отырады. Сосын қараңғы түнде тауға алғып айтып отырады. Мені қараңғы түнде тауға алғып менің ерекше көрген. Сосын Дудар-ай. Дудар-ай сол 42-43 жылдары ерекше сол біздің Сарысу мен Жаңарқа ауданы Қарағандының Бетпақдала арқылы жаңағы Сарысу ауданы арқадағы бұрынғы жеріне Госпонды дейді. Госпондан өтіп кеткен бұрынғы өзінің жеріне барып, жаз бойы мал жайлайды. Сонда сол арқадағы елмен қайта табысып, қайта жалғасып, ұштасып, арқадағы айтылатын, дәл сол кезде көп айтылған ән, жаңағы Дудар-ай. Сосын Дудар-айды шығарған Үлебай ғой. Үлебай, Қорғалжындық Үлебай, руы Тінәлі. Темеш деген елдер болған, соның Тінәлісі. Енді сол Үлебайдың тағы бір әні деп 43-44 жылдары біздің елге тағы бір керемет әнді таратты. Үлебайдың екінші әні Сайтан торы деген. Бұл да жаңағы мысалы Дудар-айдағы оқиға, Мәриям мен Дүйсеннің оқиғасы қалай басталады, қалай сол әнге кірісет, қалай ары қарай алып кетеді. Міне Мәриям Жагор деген орыс қыз деп сонысы баяндап. Мынау әнде де солай. Тағы да Үлебай Дараптың атынан. Соғады бет қаратпай боран долы, жігіттің осындайда болсын жолы. Сегізде сертті жерге жеткізбесең, көрерсің көрешекті айдай сайтан торы дейді. Дәмежанмен кездесетін жері бір колхоз, сол колхоздың бастығы Құрмансейіт, сол Құрмансейіттің үйінде кездеседі екеуі. Жаңа командировкадан сылтау қылып. Ал енді сонда жаңағы Дәмежанның аузына былай деп сөз салады. Конторға қолда барат, мен де барам, япырау бұл бір іске қайран қалам. Үйленген әйелі бар десе дағау, берілген махаббатқа айдай қандай адам дейді. Осының бәрін құбылтып, құлпыртып отырып, бір уақытта бұл екеуінің махаббатын ел сөз қылып жатады. Мәриямдай сұлу келіншегі бар, мына Дарапқа не болған? Мынау не сұмдық мынау? Бұл қандай жігіт мынау? Әр нәрсеге тәуба деу керек қой. Мәриямдай жұлдызы биік жар деген әркімге арман ғой. Неге бүйтіп жүр мынау дейді біреулер. Сол кезде бармайды құмға қазық қаққан менен, жараспас қойға қоңырау таққан менен,
Кей жаман үйде отырып қыз қорыйды-ау, жемей ме қойды қасқыр айдай, баққан менен ай дейді. Ән осылай кете береді. Бұл менің сол алғашқы 11-12 жасымда, 13 жасымда тыңдаған әндерім болды. Міне сол жалпы сол кездегі бізге ерекше бір рухани жағынан әсер еткен бір керемет аппарат патефон. Сол кездің өзінде Құрманғазының, Дәулеткерейдің, Тәттімбеттің күйлері, Ықыластың қобыз күйі, сосын әншілер. Мынау арқаның әншілер, Қуан Лекеріп, Жүсіпбек Елебек, Манарбек Ержанов, Ғарифолла Құрманғалиев, осындай ғажап әндер, әншілер, Жамал Омарова, Рақия Қойшыбаева, сосын батыстың күйшілері, Қалижан Тілеуов, Ғылман Әлжанов, осылардың күйлерінің бәрі бала кезімде көп тыңдағанымда керемет есімде қалып қойған. Міне осындай, сонда мен енді қарасаңыз, арқаның әншілік тәрбиесінде тағылым алған сол жүрегім менің, сол бүкіл дітім енді келіп балалық кезімде өзім туған жаңағы ұлы жүздің жері сол Қаратаудың ар жақ бер жағындағы Үңгей теріскей бетінде туған ұлы жүздің лирикалық әндерімен байыды. Қазір көлеңке басы ұзарып, жасымыз ұлғайды. Сонда өзіңіздің зәузатыңызда өнер иесі болған кім бар деген кезде, жаңағы өз әулетімдегі атамның інісі бар жақсыны, атамның үлкен баласы Шәуенді айтам. Сосын көп жағдайда әсіресе ауылда мұғалім боп, ұстаз боп қызмет еткен, соғыстан аман-есен келіп, жаңағы елде соғыстың әндерін алып келген, Катюша сияқты, Темная ночь дейді, сондай сияқты айтпесе, әлгі выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем дейтін әндерді сол көбінесе соғыстың зардабын көрген әкелеріміз, ағаларымыз айтып отыратын. Мені осы менің композиторлық болмысымда ең алдымен орыстың әндеріне, орыстың әндерінің не екенін ұқтырған, ең алдымен жаңағы соғыстан қайтқан кездегі әкейдің келіп айтқан әндері. Жай ғана қоңыр дауыспен айтып отыратын. Осындай қазақтың өзінің сүттей ұйыған, анамның сүтіндей сондай әуезді әндерін жүрегіме дарытып, одан кейін қырғыздың әнінде, қазақтың әніндей жүрегіме дарытып, енді есейе келе соғыстың кезі, соғыстан кейінгі жылдарда орыстың әндеріне берілген сәтім, осының барлығы айналып келгенде менің бүкіл композиторлық болмысымда менің әлгі еділ жайықты шалқытып шығаратын, мысалы, сол бойымдағы құбылыс осындай үш колориттан, тұнып тұрған үш колориттан маған жаныма берген тебіреніс, толғаныс. Осыны мынау белгілі академик Сейіт Қасқабасов жазыпты, айтыпты. Тағы да өз аузынан естідім. Астанада мынау мемлекеттік архивте болған маған арналған кездесуде сол Сейіт Қасқабасов айтты. Илья Жақановтың әндерінде үш колорит бар. Ол қазақтың өзінің төл колориті, қырғыз колориті, орыс колориті деп. Сөйтіп міне менің музыкалық, бұлай қысқаша айтқанда, өзім өніп өскен ауылымда, елімде, өзім туған жерде, мынау
музыка әлемнен алған ғибратым менің осылай болыпты, осылай басталыпты.